Assalamualaikum қалайсыздар? Көлік базарына келіп қалдық. Көліктерді қазір сүріп шығамыз енді қатар-қатарымен. Сразу кіріп мынау Қытай жаққа келіп кіресің мына жақтан. Қытайлардың тұрып білмеймін өтіп жатыр ма, өтіп жатқан жоқ па. Бұл 2025 ешкімге оңай болмай тұр. Машина алғанға да, машина алып сатам дегенге неше түрлі акциялар болып жатыр. Ескі көліктерді сатамай жатыр. Миллион беріп бір машина алып кет, 400 мың теңгеге машина алып кет, первоначалка бермей алып кет, тағы не дейді, қалтаңда 20 мың болса болды, кеп жаңа машина мініп кет деген тема деген ойба қызып тұр. Мына Жигули қойып қойды, қателеспесем бұны қытайларға біреу сатқан ба, қытайлардың несімен тұр, новый ме екен, новый емес, 2011 бір алды деп қойды, басқа ештеңе жоқ. Автосалон Қытай. Ассалаумалейкум. Қанша мынау? Мынау әзірге 1 миллион теңге болып тұр ғой. Жақсы. Болып отыр ма сауда? Болып отыр. Обмен болған ба мынау? Ал. Ауыстырған ба, ауыстырған ба? Иә, ауыстырған. Мынаны тастап жаңасын алып кеткен да? Иә. Қанша сатып отырсыздар күніне деп қояйық та? Күніге, енді жақсы болса осы базарда ғана ғой, бір аптада бір базар. Сіздерде тек базарда? Қанша енді бір аптада? Басқа күндерде болады, жоқ. Бір аптада енді кетіп жатыр. Алдыңғы апта қанша сатылды? 1-2-ден. Сауда болсын, сауда. Бағасын жазып айта кетсіздер? Қарап өтіп кетеміз? Жазып қойған. Бізден сұрай беріңіз, 6 менеджер бар мына жерде. Мен жоқ, тез айтып кеткенге жақсы да. Сауда болсын. Қандай компания? Улин. Улин ба? Сауда болсын. Улин дегенде мына Улиннің мынандай кроссоверлері, анандай грузовой барлығы Қытайлардың емблеманы жабыстырып қойып шығарып өтін баған. Күнде 1-2 дейді енді, ол білмеймін. Аптасына 1-2 ғой енді. Қазір енді көреге айланып. Ойбай деп. Сырды бүтін. Іші түтін болып тұр ғой енді бұл әңгіменің барлығы. Жақсы Қытай да бар, жаман Қытай да бар болып тұр әңгіме. Ал, шетінен ұрамыз енді. 2,5 минут болып кетті тоже. 2004 жылғы Lexus керек болса, 21 жыл болған машина новый. 7 миллион 303 дейді. 7 миллион 300 мың теңге. 702, 197, 66, 65 дейді. Іші сұр салон. Полдік енді 21 жыл болған машина. 7 миллион. Мұның көп сұрап тұр ғой. Текшеріп жатыр, газы бер, ойбай газы бер деп. Бұған енді ақша жоқ, көрмей қойып бағасын да жазып апты. Lexus 470 ба, 570 ба? 11 миллион 800 2005 жылғы дейді. 777, 721, 83, 22 дейді. Мына 40-тық ба, 45-тік ба? 40-тық қой деймін. 40-тық. 40-тықтың бағасы енді 45 екен, 2010 жылғы. 2010, 45, 7 миллион 200 дейді. 2-4, 771, 007, 41, 11 дейді. Іші автомат коробка екен. Мен автомат коробка механика деген соңғы күндер айтпайтын болмыш. Білмеймін. Көліктер енді барлығы жуып тазалап келіп өтіп кетсе екен деген ой арманмен кеп жатыр енді. Өте ме өтпей ме белгісіз. Highlander Limited комплектация дейді. 7 миллион 800 2002 жылғы объем 3 дейді. Мына Hyundai'лар жақсы негізі. 2016 жылғы 9 миллион теңге 2-4 автомат коробка 100% дейді. 707, 890, 16, 21. 9 миллион. Енді түсіріп берер, енді түсіріп жақсы саудаластаңыздар бір 500 мың аррақ бер жағында түседі ғой бұлар. Өзінің ойынан сәл жоғары қояды ғой. 2002 объем 3, 7 миллион 900. Анадан қымбат болып тұр ғой, Lexus 707, 890, 16, 21. Lexus, Toyota Lexus деп қойым да. Мәні. Деп. Фарлар ауысқан екен, фарлар новый болып тұр ғой. 2001 дейді, 707, 612, 0000.
Бірақ бағасын жазбаған енді. Бірақ азанғы баға басқа, обедке баға басқа, базардан қайтайын деп жатқан баға басқа болады ғой. Азанда келіп барлығы желен, мұш. Арамдар ашылады ғой, желания ма? Кетіп қалып қояды. 10 миллион 500 мың теңге, Tucson дейді. 113 пробег, 2017, объем 2. 777, 21, 27, 92, 420 дейді. Тағы бір өтірма дейді. 9 миллион теңге, американец 2014 жылғы Toyota Camry. 707, 442, 90, 26 дейді. Мына учаскелік полиция тұр екен мұнда енді. 2019 дейді, объем 2, 7,5 миллион теңге. 701, 863, 21, 54 дейді. Мына қойып қойыпты жолдың ортасына. Базар әкесіндікі ғой деймін. Іс шаралар жүріп жатыр ғой деймін. Іс шаралар. ОПМ деймін. Енді олармен кемек қояқ деп дөбет. Lexus S330 дейді, 3.3, 6 миллион 200 дейді. 747, 311, 31, 32 дейді. Мана. Lexus арғы жаққа қарағанда сәл-пәл мына жақ бағасы төмендеу екен енді. Бұның бағасы жоқ. Шотам деп атым, не болады екен. 9 миллион 800, 2007 жылғы 350 рестайлинг дейді, 3.5 автомат дейді, 702, 711, 17, 71 дейді. Давай, өт. Шифр болған ба елі деп қоятын да. Мына 55-тіктерді енді Toyota'ның ішінде ең жақсысы дейді мінгендір, бірақ әркім өз мінген машинасын мақтайды деген сияқты. Көліктердің бағасы әр түрлі. Ап келіп алған, бірақ өтіп жатыр ма белгісіз. Қытайдың өзі, үлкен автосалонның өзі күніне бір екеу сатылды дейді. Үші абымен бар екен оларда. Ескі машинаңды алып келесің, жаңа машинаңды мойныңа іліп береді ғой. Жақсы, қазір мына жаққа барып, бір қатарды прямой, соңғы жаққа барып, арзан жаққа барып, бір қатарды прямой түсіреміз.